Сәлем достар. Кім мен танымайтын болса өзімді таныстырып өтейін. Есімім Сауле Бұтаева. Соңғы жылдары өзімді танумен, жалпы психологияменен айналысып, әжептәуір қызық жетістіктерге жетіп жатырмын. Соңғы бір жылда, бірақ менің өмірімде тағы да бір кезең өтті. Оны мен осы парақшамда айтып, барлықтарыңызбен бөлісіп, шақырып, команда құрып, жұмыс істеп жүрдім. Бұл бірақ бізге сабақ беретін бір уақыт болды. Бұл кезеңді де бастан өткіздік. Бірақ жақсы, бір жағынан жаман деп те айтуға болатын шығар. Жалпы бірақ өмірде ешқандай оқиғаға жақсы жаман деп баға беруге болмайды екен. Ол тек біздің бағамыз, біз оны қалай қабылдайтынымызға байланысты. Сондықтан мен бұл кезеңді жалпы менің өмірімде үлкен сабақ берген кезең деп қараймын, солай қарастырамын. Осы сабақты өту арқылы мен өмірімде тағы да бір өзгерістер болып жатыр. Мен келесі кезеңге өтіп жатырмын. Себебі адамдар әрқашан даму үстінде екен. Біз өмірге келгелі бері, жалпы келгеніміздің өзі белгілі бір мақсатпенен жүзеге асады. Бекерден бекер адам өмірге келмейді. Сіздер келісетін шығарсыздар. Адам жаны мәңгілік өмір сүретін субстанция десек болады, сондай түсінік. Және бұл өмірге уақытша келеді, өз сабақтарын алу үшін, өзінің жаңағы рухын өсіру үшін. Әр сабақ деп отырғанымыз ол осознание дейміз ғой, бірдеңені түсіну, тереңінен түсіну деп болып табылады. Сондықтан әрбір өмірімізге келген әрбір кезеңде, біз өйткені бірнеше рет келіп кетеміз бұл жаққа, әрбір кезеңде белгілі бір бізді өсіретін оқиғалардан өтеді екенбіз. Соңғы финикамен болған жағдай, міне бүгін тура 40 күн болған екен. Яғни бізге хабарлап айтты ғой да, өзіме мысалға бұл басымнан бір жай түскендей хабар болды. Дәл осыдан 40 күн бұрын өзіме прям сеніп, жоспар құрып, осында команда құрып, адамдарды шақырып, жұмыс істеп, бар шын ынтаменен жаңаға сеніп жасап жүрген тірліктерім, ойым, жоспарым барлығы құлдырап кеткен кездерде мен шын мәнінде өткен аптада пост жаздым ғой да, аяғым астында ештеңе жоқ сияқты, немесе вообще аспан мен жер былай төңкеріп түскен сияқты өзімді өзім жоғалтып алдым. Действительно, сондай бір кезең болды. Өте ауыр кезең болды мен үшін. Бір жыл бойы мен айтып келе жатқан нәрсенің барлығы көкке ұшқаны деген сияқты ма, сондай бір қиын, өзім үшін өте қиын бір неден өттім, кезеңнен өттім. Бұл да бір кезең деп айтайықшы бәріміз. Бұл яғни мен бірақ енді осы білесіздер да, өзін-өзі дамыту, тану деген сияқты тақырыпта жүргендіктен мен бұған бірден енді жылаған жоқпын, айғайлаған жоқпын, мүмкін паникаға берілген жоқпын да, өзімді өзім ұстадым. Яғни бұл болып жатқан нәрсенің барлығының қайыры бар екенін түсіндім. Хотя қиын болды, өте қиын болды қабылдау. Себебі мен бұл аксиома дейміз ғой да, өмірімде болып жатқан жағдайдың барлығы мен өзімнің қалауыммен болып жатады екен. Менің жүрегім, менің жаным соны қалап өзіне былай тартады екен. Мүмкін миллионға жақын адам болдық қой біз бәріміз да, финикада жапа шеккендер дейік та. Миллионға жақын болсақ та, яғни барлығымызға осы ситуация қажет болған болды. Бір өзіміздің сабақты алу үшін. Мен басқалар үшін, 40-нан шықтым. Басқалар үшін жауап бере алмаймын. Әркім өз сабағын өз алады. Бірақ мен өзім үшін түйгенім бұл үлкен сабақ болды. Мен өзімнің дамуыма кішкене білем, тоқтатып қойғанымды, жаңағы ақшаның артынан кеткенімді, кішкене материалдық тұрғыдан көзімізге жел басты дейді ғой да, материалдық тұрғыдан. Сондайға көбірек көңіл бөліп сөйтіп кеткеніміздің барлығын түсінем. Өте қатты бір кездерде келіп те жүретін сондай бір ойлар келіп тұратыны, мен оларды қуып тастайтынмын. Жоқ, бәрі маған беріп жатыр ғой, Құдай беріп жатыр деген сияқты тыңдамайтынмын. Даже ішкі түйсікті тыңдау деген өте маңызды нәрсе екен. Даже алғашқы кездерде да тағы да бір нені айтайын да, осы Доронинді бізге таныстырып, мынау деген кездерде бізде ең алғашқы кездерде
прям қойшы бір бандитке ұқсайды ғой деген сияқты бір сезім келеді да, бірақ біз оны қой ондай емес қой деп өзімізді өзіміз алдаймыз да, жаңа сенгіміз келеді ғой, өйткені сондай ақшаны бізде алғымыз келеді. Жаңағы енді бір все-таки адамдарда бір не бар ғой, не дейді анау, пендешілік деген нәрсе бар. Соныменен біз сөйтеміз де өзімізді өзіміз тыңдамаймыз, хотя түйсік подсознаниедан бір айтып тұрды, онша емес сияқты, түріне қарасаң бір түрлі ғой деп та, бірақ біз оны өзіміз жеңіп тастаймыз да, сөйтіп ары қарай тыңдамай кетеміз. Вот соның барлығы біздің өз жүрегімізді, өз түйсігімізді тыңдамау деген өте опасный нәрсе екен. Жалпы мен өзімнен өзім алыстап кеткенімді түсіндім. Ең бірінші, конечно, мен осы ситуация болған кездерде не істей бастадым. Жалпы кез келген проблеманы шешудің психологиялық тұрғыдан болсын, жалпы бір көп кезеңдерін былай айтады да адамдар. Ең бірінші проблема пайда болады, біз оны сезбейміз ол кезде, оны біз даже не деп айтады ғой бізге, неосознанная некомпетентность дейді. Мен оны қазақшаға аудармадым да, сондай бір 4 этапа решения любых проблем деген бар екен да. Неосознанная некомпетентность. То есть біз оны сезбейміз да, и біз оның бар екенін де білмейміз проблеманың. Хотя бұның проблеманың бар екенін біз осы жылдың даже где-то март, апрель, февраль, может быть даже декабрьден бастап па, ол кішкене болсын бізге айтып жатты да, біз оны бірақ сезгіміз келмеді, оны тыңдағымыз келмеді деген сияқты да, неосознанная некомпетентность болады екен. Одан кейін осознанная некомпетентность келеді. Вот жай түскендей қылып айтты ғой, міне осындай болды, басқа амалым жоқ деген кездерде бізде жаңағы осознанная некомпетентность. Проблема бар, оны біз осознавать етіп отырмыз, түсінеміз, не істейміз, жаңағы не дейді, бір шешудің проблеманы шешудің жолдарын қарастыра бастаймыз. Яғни біз бір өзімізді өзіміз дамыта бастаймыз, оқи бастаймыз, жаңағы проблеманы шешудің жолдарын іздей бастаймыз әртүрлі. Енді осы кездерде көп білесіздер да, физика бойынша түрлі чаттар құрыла бастады, әркім әр нәрсемен айналыса бастады, ананы айтты, мынаны айтты да. Бірақ тек ондай ғана емес, басқаша осознание келді. Менің өзімнің тұрғымда, мысалға да, мендегі осознание бұл кітап оқу, даму, өзімді жаңағындай ойымды мышлениемен айналысу деген сияқты, ойымменен, өзімнің жүрегімменен байланыс құру деген сияқты өзіме қадамдар болды, мен сонымен айналыса бастадым. Көпшілік жұрттар жаңағы чат құрайық, не істейміз, қандай әрекет істейміз, ойбай кредитті қалай жабамыз деген сияқты нәрселермен кетті ғой да, сондай әрекеттермен. Ондай емес. Мен өзімнің ең бірінші өмірімде болып жатқан жағдайдың бәрі маған байланысты ғой. Менің өмірімде, менің миымда болып жатқан установкаға байланысты ғой деп мен өзімнің жаңағы мышлениемен айналыса бастадым. Мен соған кірістім. И сол кезде маған осознанная компетентность деген үшінші кезең келді. Бұл уже не деген сөз? Осознанная компетентность, мен оны қабылдадым, шешімдері табылды, мен оның барлығын түсініп тұрмын деген сөз. Түсіністікпен барлығын шешіп қабылдап жатырмын. Уже отпустила ситуацию, приняла, поняла, простила деген сияқты нәрселерді, енді уже оның барлығы енді көп жұмысты талап ететін нәрсе, оның барлығынан өту керек. Адам әркім өзі өте алады. Мен біреуге совет бергенменен онымен шешілмейтін нәрсе ол. Барлығы өзінің кәдімгі ішкі күйіменен, пока оның бәрін проживать еткенше, жаңағы өзінен өткізбейінше ол нәрсені түсіну қиын. Біреуге айтып жеткізу мүмкін емес оны. И сосын төртінші этап бізде, біз өзімізді жаңа компетенция үйретеміз ғой, өзімізге уже қалыптасады ол. Менің мышлением өзгеріп жатыр. Уже мен барлық ситуацияға, бұдан кейінгі келетін ситуацияларға да мен уже басқашалау қарайтын, менде навык дейміз, дағды қалыптасты. Енді ары қарай мен осы дағдымменен кез келген проблема болсын, басқа болсын, жалпы өмірімнің жоспары болсын, барлығын жасай алатын болам, ары қарай жүре алам деген сөз. Яғни осындай 4 кезеңнен бәріміз өтеді екенбіз, кез келген проблеманы шешу бойынша. Ал енді мен не істедім? Мен сіздерге өткенде постта да жаздым. Яғни мен өзімде сұрақтардың барлығына өзімнен жауап іздедім. Өзімнен басқа ешкім оған жауап бере алмайды себебі. И барлық жауап өзімізде. Осыны айтқан әрине біз теоретически айта береміз. Мен бұны бұрында естіп жүргем. Сіздер де естіп жүрсіздер. Бұны барлық коучтар айтады, барлық психологтар айтады, ғұламалар да айтады. Кітаптарында баяғы мыңдаған жылдар бойында алдында жазып кеткен оны барлығы туралы да. Бірақ біз оны білгенімізбенен түсініп қабылдау и соған сай шешім қабылдау дейміз ба, соған сай өмір сүру барлығының қолынан келе бермейді екен.
сондай бір кезде отырмын, үйдің шырылдап нелері басыла беретін. Өзімде де сондай кезең болып қалды, ештеңе етпейді енді. Так, енді бұл үшін не істейміз? Біздің жаңағы жұмыстарымыз қандай? Мен енді саналы түрде де кітаптарды оқи бастадым. Тастап кеткен, бұрын оқып жүретін, бірақ соңғы кездері қолға алмай кеткен кітаптарды оқи бастадым. Қарыздан қалай құтыламыз, не істейміз деген сияқты да. Сосын барып мышлениені қалай өзгертеміз деген сияқты өте көп жаңа кітаптар өте көп екен. Сол кітаптарды оқып бастадым. Өзіме өзім жаңа тренинг жасадым деген сияқты бұл жерде. Конечно, тренинговый мышлениялар бар ғой, бізде өте көп деген ютубта болсын, жалпы мен қатысып жүрген жаңа Дана клуб деген бар, сол жерде болсын, өте көп сабақтар бар, соларды қайтадан тыңдадым. Өзіме көңіліме жаққан нәрсенің бәрін тек тыңдауменен, білім алуменен, өзімді өзім және менде как бы сыйлайшы энергия, да, сол энергияны восполнять етуді қолға алдым. Яғни сонымен жұмыс істей бастадым. Өзімді өзім біліммен толықтыра бастадым. Одан кейін ол тек қана ол саналы түрде жасайтын нәрсе ғой да, біліммен толықтыру. Одан басқа мен жаңағы физикалық тұрғыда жүрдім. Жүрген кездері біздің төмен жақта тұрған энергиямыз жоғары көтеріледі. Прям ол жүруді, суицайды өте көп жақсы түсіндіреді, айтады. Кім әлі жазылмаған болса танысыңдар, ол да бір жақсы нәрсе. Жүретін болсаң біздің энергиямыз көтеріледі, біз жаңағы әртүрлі чакралармен айтамыз ғой, біздің адамда білмеймін, келісесіздер ме, келіспесеңіздер де бәрібір энергетический чакра бар. Біз жаңағы жан мен тән болып тұрғанбыз ғой да, тәнімізде сол энергияның өзінің не дейді, жинақталатын и ары қарай генерация жасайтын нүктелер бар. Ол 7 чакра туралы бұл бөлек әңгіме. Сол чакраларымызды ашу, соларды дамыту, солардағы энергиялық потоктар тұрып қалады, нетіп қалады, зажимдар болады деген сияқты біздің мына қорқыныш, үрей, реніштеріміз, жаңағы әртүрлі өкініштеріміз әсіресе да, соның барлығы әр жерде тұрып қалады, соның барлығын тазартып жүргізу керек. Вот жүру маған көмектесті, сосын барып йога көмектесті дейін да, кәдімгі өзімді қолға алып, сүйрелеп алып барып жүрдім бірінші кездерде, бірақ қазір с удовольствием баруға тырысам, қалмаймын. И және түпсана деңгейінде обязательно жұмыстар жүргізілу керек. Біз саналы түрде жасай берген нәрселер, олар біз өткенде көрсеткенбіз ғой да, біздің 95% жаңағы миымыздың мүмкіндіктері бұл түпсана деңгейінде жасалған, түпсана деңгейінде жазылған нәрселер. Оның барлығын біз 95%-на әсер ету үшін біз кәдімгі оған погружаться должны. Погружаться деп отырғанымыз, яғни сүңгіп, проработка арқылы ғана біз оған жете аламыз. Өзімізді саналы түрде, мына басымызды, миымызды саналы бөлігі дейміз ғой, мына жерден бастап та бір 5-6%. Соны өшіріп тастаймыз да, кәдімгі өзіміздің тұңғиықта жатқан түпсанамызда не тұр, не бар, қандай блоктар бар, оның барлығы жылдар бойы жинақталған ойлар, біздің өзіміздің ойлар, өзіміздің тұжырымдар, біздің жаңағы практика өмірде не қылған дейді, өзіміз қалыптастырған, естіген, білген деген сияқты нәрсе. Сол жаңағы тұжырымдарымыздың барлығы олар на фоновом режиме жұмыс істеп тұрады. Біз оны қаласақ та, қаламасақ та. Ол туралы менің ютубта да өте көп сабақтарым бар. Егер біреулер әлі білмейтін болса, ютубта түпсана деген жаңағы Ботаева Сәуле деп іздесеңіздер тауып аласыздар. Сол жақтан қарап нетіп аласыздар, көріп алсаңыздар болады. Түпсана туралы көп түсіндіргендерім бар. Сол түпсана деңгейіне не істейміз? Тұжырымдарды, ойларымызды өзгертеміз, блоктарды шешеміз. Оған әртүрлі, мен ол кезде, бірақ сол жаңағы видеоларда тек мастер-кит көмектеседі сіздерге деп өте көп мастер-китті үгіттейтін тұғымын. Қазір қарап тұрсам, мастер-кит менің өмірімде болды. 17-18 жылдар өте көп көмектесті маған. Бұл не дейін, анау өмірде әліппе дейміз ғой. Жалпы осы психологияға келген кезде әліппе болған негізгі білімді берген маған сол мастер-кит болды. Яғни өзімді түсінуге, жалпы жаңағы обида, установка деген қайдан шығады, оның барлығын қалай проработка жасайды, прям кезең-кезеңмен сопротивление неге пайда болады, және басқа нәрселердің барлығы да сол мастер-китте күшті түсіндіріп айтылған. Енді прям 5-6, қазір 7-ші кезеңінде шықты, деңгейде шықты. Әр деңгейінде өзінше бір қажетті өте құнды сабақтар бар. Егер әрине сіз әлі психологияға енді ғана тәйте басып келген болсаңыз, мен мысалға ұсынар едім, сол обязательно мастер-кит алыңыздар да, сол жерден оқып біліп алыңыздар. Сол жермен көп проработкаларды жасап тастауға болады.
бірінші екінші деңгейінің өзінде де күшті проработкалар бар, базовый деңгейлерінде. Ал сосын енді мен оның бәрін өттім дедім. Менде мастер-китке уже кішкене не дейді ана сопротивление деген нәрселер бар ғой. Себебі олардың бәрі не дейді ана біреу кішкенайдан үзіп атқан сияқты болды да, алмаған мына жақта уже поток келіп жатыр ғой, үлкен өте көп поток, жаңағы непроработанных качеств дейміз ба біз енді сондай тақырыптар нелермен терминдермен сөйлейтін болсақ, өте көп нәрсені бірден жою керек болды. Мысалға да маған мен жаңағыдай отырып жайлап біртіндеп үзетін уақытым жоқ, оған күшім де жоқ, оған не дейді әйтеуір короче олай еткім келмеді, мен басқаша істегім келді. Как раз мен сондай кезімде маған жаңа нари деген инструмент келді. Нари инструменті вообще прям оптом тазартып тастап атты. Мен қазір соңғы кездердегі проработкаларды сонымен жасап жүрмін адамдарға да. Прям біртіндеп бір установканы жұлып отырмаймыз. Біз прям оптом барлығын тазалап тастаймыз. Ана кімнің өзі сол нариді ойлап тапқан жігіт айтып еді да, біз бір стакандағы мысалға біз өзіміз сосудпыз ғой, жалпы адам бір энергетический сосуд, бір стакан дейміз да. Ол лайланып кеткен, неше түрлі ойлар, неше түрлі установкалар бар, лайланып кеткен. Енді соны бір тамшыдан біз ауыстыратын болдық, жаңағы таза суды тамызамыз, бір тамшыдан ол мына жаққа ағып түседі. Таза су тамызамыз бір тамшыдан. Яғни бір жыл ма, может быть, бір ай сен жаңағы сәл тезірек тамызып отыратын болсаң, тазарады ол сосуд обязательно, бірақ уақыт өтіп жатыр. Тамшымен жаңағы әр установканы жеке удалить ету, трансформация жасау арқылы біз жай сол стаканымызды әйтеуір тазартамыз. Ал нариде, например, да, сол стаканның бүкіл бәрін төгіп тастап, и қайтадан жаңа су құйып, тап-таза болып жүруге болатындай сондай бір күшті практика ол. Плюс онымен қатар мен еще жаңағы мен жалпы финикадан ұтқан нәрсем бар ғой, мен өзіме вложение жасаппын. Мен НЛП практик деген курсты сатып алған болатын, арзан емес ол курста. Мен соны төлеп, соны білімдерін алдым. Бір жерін пайдаландым, бір жерін пайдаланбадым, бірақ соңғы кездері қайтадан келіп жатырмын. НЛП практикада да күшті проработкалар бар. Мен сол проработкаларды жасау арқылы бәрін миксовать еттім. Мен, короче, не бар, соның барлығын өзіме пайдаландым. Ана менде, мына менде, үшіншісімен де, төртіншісімен де деген сияқты да. Бүкіл бәрін пайдаланып, өзімнің жаңа ресурстық күйге келтірдім. Қиын болды, бірақ оның бәріміз жеңдік. Құдайға шүкір. Вот именно бүгін 40 күн деген кезде эфирге зорға шығыппын ғой. Мен 40 күн өзім жұмыс істедім деген сөз да. Өткенде бір айда бір жақсы болып қалдым. Одан кейін тағы да ары қарай жұмыс істеп жатырмыз. Бұның барлығы бізге берілген мүмкіндіктер. И бұдан кейін не істеп отырмын? Ал енді мен өзімді өзім шығардым. Мен білем, менімен қатар осы ситуацияға ілінген өте көп адамдар бар. Бұл адамдардың барлығының біреуінде болып жатыр трансформация, біреуінде болмай жатыр, біреу қабылдай алмай жатыр, біреуге әлде де қиын жаңағы. Бұның барлығы бізге сабақ болып берілді дегенді қабылдаудың өзі өте қиын болып жатыр. Сондықтан мен енді сіздерге көмек ретінде өзім өттім ғой, өзім пайдаландым. Енді осының барлығын сіздермен бөлісуге енді дайын болып отырмын. Давайте бөлісейік, сіздерге үйретейін. Может быть, кейбіреулеріңізге жаңағыдай действительно, білмеймін, қайсысы болса да, осы практикалар өте қажет шығар. Ары қарай дамып, өсіп, осының барлығын прожить, принять, простить деген сияқты да. Осы бір этаптардың бәрінен өту үшін сіздерге де керек шығар. Мен енді өзім өттім, басқаларға да көмектесуге дайынмын. Мен ол үшін не істейін деп отырмын. Жоспарым мынандай. Жоспарым, жаңа айтып отырмын ғой, мен өзім саналы түрде жұмыс істедім. Яғни сіздерге де айтатыным сол. Саналы түрде біз кітаптар оқимыз, дамимыз, аффирмациялар айтамыз мүмкін, өзімізді саналы түрде тәрбиелейміз, былай қарағанда. Сосын әртүрлі тренингтерге жазылуға болады. Осындай кездерде как раз мен сіздерге жариялайын деп отырғаным, қазір мен марафон өткізейін деп отырмын. Құдай қаласа келесі аптадан бастап. Сол марафонға қатысуға болады. Яғни теоретически жалпы өзіңізді саналы түрде тәрбиелейсіз. Жаңа білімдер аласыз, түсінесіз, өзіңізге өзіңіз түсіндіресіз немесе. Сондай нәрсе. Түпсана деңгейінде обязательно проработкалар жасаймыз. Ол НЛП практиканың техникаларымен болу мүмкін, мастер-китпен болу мүмкін, наримен болу мүмкін. Может быть, даже мен соңғы кездерде тағы мен сіздермен стористерде бөліскен болатын, мындай кешіріңіздер.
Жадыра деген бір қыз шықты. Ол не дейді, гипнотерапия сияқты адамменен байланысқа шығып, оның жанын, рухын жаңағыдай әртүрлі нәрселерден тазартып береді. Установкалар басқалар бар деген сияқты. Ол Дана клубта біз сонымен таныстық. Ол бізге көптеген қазір эфирлер өткізіп айтып жүр. Мысалға, мен сіңілім Майра барып сонымен чистка жасады, өзінің жаңағы жанын тазалауды. Яғни оның да пайдасы өте көп. Гипнотерапиялар өтіп жатырмыз. Жаңағы біреулер тағы да осында да айтты, қыздар бөлісіп жатқанда разбор деген нәрселер бар. Осы мастер-кетті пайдаланатындар, түрлі техникалар өте көп. Именно жаңағы түпсана деңгейінде сізге келіп тазартуға көмектесетін ол практикалар бар. Және физикалық тұрғыда обязательно бұның бәрі біз ойлаймыз ғой да, жаңағы біздің сана түпсана деген кезде біз мынандай бір деңгей бар. Сана деп отырғанымыз біздің басымыз, саналы түрде 5-6%. Негізі мына түпсана дегеніміз біздің денеміз негізі. Жаңағы біздің установкаларымыз бар ғой, түпсана деңгейіндегі. Олар әр жерде белгілі бір зажим, эмоционалдық зажим ретінде денемізде қалып қояды. Негізі сіздер білесіздер, енді түсінгендеріңіз бар шығар, андай бір психосоматика деген білесіздер ғой. Ол жаңағы соматика, это дененің белгілері. Біз айтқан болатынбыз, кез келген ауру бұл біздің жанымыздың бізге беріп жатқан сигналы. Белгілі бір денемізде жаңағы жүрек ауруы, асқазан ауруы, ішек ауруы болсын, аяғымыз, қолымыз қақсайды, бірдеңе болып қалады деген сияқты нәрсенің бәрінің психосоматикасы бар. Себебі неге ол жерден болады? Именно сол кезде жанымыздың айтатын бір нәрсесі. Эмоционалдық түрде ол жерде бір кішкене болсын, андай бір бірінші кездерде сигнал беріп тұрады, бірақ біз оны аңғара бермейміз. Ары қарай сол сигналды егер біз дер кезінде опознавать етіп, не дейді, түсініп, оны қабылдап көңіл бөлетін болсақ, ол аурудың алдында алуға болар еді. Вообще ауырмауға да болады. Жалпы қазір кездерде ауру деген нәрсенің барлығының осы біздің психологиялық өзіміздің неотработанные эмоции дейміз ғой, да, покаяние деген нәрсе кітап бар ғой, соны оқысаңыздар күшті түсінесіздер. Сол жерде айтылған, все наши проблемы это наши непрожитые эмоции дейді. Біз эмоциямыз денемізде қалып қояды. Біз оны жаңағы өксігімізді де шығармаймыз, өкпемізді де шығармаймыз, жаңағы әртүрлі қорқыныштарымыз бар да, и сол біздің денемізде қалып қояды. Сол денеміз біздің сақтайды соның барлығын. Бір клеткаларда есінде сақтап отырады. Мидың түпсана деген бөлігі былайша қарағанда біздің денеміз. Енді бұл денені былай қимылдатып сол блоктарды шығаруға тоже болады. Яғни саналы түрде жұмыс істейміз, түпсана деңгейінде жұмыс істейміз. Плюс еще біз денені соған қосатын болсақ, денені шынықтыратын болсақ, денемен жаңағыдай, білмеймін енді сіздер барлықтарыңызға мүмкіндік бола ма жоқ па, мен өзімде жақсы болды енді. Йога деген күшті практикалар, прям терең демалып өзіміз жаңағы төменгі чакраға дейін не береміз, кислород береміз. Былайынша қарағанда, өйткені біз төменгі чакралармен даже демалмайды екенбіз. Біз оларға даже ауаны бар ғой, біз қазір міне жермен ғана өкпеміздің бір кішкентай бөлігімен ғана демаламыз, даже дұрыс демала алмаймыз. Ал егер кішкентай баланы нәрестені қарайтын болсаңыздар, ол ішімен демалады. Бізге қазір соны үйретіп жатыр. Йоговское дыхание дейді да, ішіңмен демал дейді. Ішіңмен демалған кезде сен төменгі бірінші чакраңа шейін кәдімгі кислород барады деген сөз. Оятамыз, сол ұйықтап жатқан энергетический блоктардың бәрін сол жерден шешеміз деген сөз. Демалған кезде тереңнен демалып, тереңнен шығару. Вот соның барлығы да оказывается жұмыс екен. Жайдан жай емес, осы йог, маг деген сияқты тоже бір нелер бар ғой, Феррарин сатқан монахтардың да сол йогамен айналысатыны, жалпы өзінің духовный рост деген біз айтамыз ғой да, соған көмектесетіні сондықтан екен. Біз денемізді шынықтырамыз. Ол жерде біз ойламаңдар, деп бүйтіп отырады екенбіз. Йогада олай емес, бүйтіп отырған жоқ. Біз дыхательный упражнениялар жасаймыз. Вообще жаңағы ом деген мынандай бір жұрттар сөйтіп не қылады екен, ом деп отырады деген сияқты да. Ондай емес. Сосын бізде жаңағы орамал таққан қыздар бар ғой, біздің жаңағы неде клубтағылар. Олар соған баруға да, йогаға не етемейді екен да, как будто біздің шариғатқа ол дұрыс емес келеді деген сияқты ойлары бар дейді да. Никакой ондай нәрсесі жоқ. Просто физически өзіміздің денемізбен жұмыс. Дыхательный упражнениялар, кәдімгі блоктарды шешу. Мен әр упражнение жасаған кезде прям мойнымнан кетеді, қолымнан кетеді, өкпемнен кетеді, белімізден кетеді, әр түрлі нәрселерден блоктардың бәрі шығады, прям қолың үйіп қалады, басқа болады. Прям зажимдардың бәрін солай шығарып жатырмыз. И бұның барлығы көмектеседі. Мен білем, осы жерде біреулердің несі жүр, спортпен айналысады, жүру, таңғы жүрістер деген өте көп көмектесетін нәрселер. Және эзотерикар басқа да практикалар бар ғой. Кім неге сенеді, негізі соның барлығы жұмыс істейді екен. Бұл жерде айтайын дегенім,
адамның барлығы ойлап тапқан практикалар бар ғой, өзіңді өзің жаңағы рухани өсіретін нәрсенің барлығы да жұмыс істейді. Вот сен неге сенесің? Сен намазға сенесің ба? Намазыңды оқы, пожалуйста. Дұға жасайсың ба? Дұғаның орындалуына сенесің ба? Пожалуйста, соны істе. Басқа нәрселерге сенесің ба? Неге сенсең, соны істе. Барлық практика жұмыс істейді. Мен бір кездерде болған, кішкене мен анау не дейді, из крайности в крайности кететін өзімнің бір жалпы менің тұлғалық сондай бір ерекшелігім. Мен бір нәрсеге кетсем, прям барымен сонымен айналсам да, бір кездерде мастер-киттен артық ештеңе жоқ деп прям бәріне соны айтатын тұғымда. Қазір признаю, да, мастер-кит өзінше бір жұмыс істейді, басқа практикалар олар да жұмыс істейді. Барлығы мүмкін. И даже марафон желаний, просто марафон желаний, да, қарап отырсаң дымда емес сияқты желание жазу дегеннің өзі не деген блоктар шығып жатыр, сол жердің өзінде неше түрлі қорқыныштар шығып жатыр, орындалмайды, болмайды, маған уже вот вообще нельзя деген сияқты. Олармен де жұмыс істеп жатырмыз. Практикалардың ішінде жазып кетіретін практикалар бар, осознавать етіп кететін практикалар бар. Яғни ондай практикалардың барлығын істеуге болады, и барлығы да жұмыс істейді. Неге сенсең, сол болады деген сөз. Біраз нәрсені айтып тастадым ба? Менің күшті нем қосылды, Зухра Ахтямова деген менің құрбым. Бізде осы НЛП практикадан екеуміз өте көп практикалар жасадық. Кеше прям буквально өйстіп просто сөйлесіп отырып, Зухра мені бар ғой, бір сөзден сөзге тартып отырып, бір күшті блогымды, баяғыдан жүрген менің блогымды шығарып тастады. Оған өте рахмет айтамын. Бір 5-10 минуттың ішінде біз соны жасап тастадық. И мен сіздерге жаңа айттым ғой, жалпы бұл осындай практикалардың барлығын беретін, не дейді анау, көп сөйлей бергенше, давай іске кірісейік дейтін біреуіңіз жоқ болып отырсыздар ма? Іске кірісейік. Мен сіздерге бір күшті керемет практика берейін. Мен білмеймін, ол практика НЛП-да қолданылатын нәрсе, бірақ өте тиімді. Сондықтан мен сіздерге бір жасатып көрсетейін. Ал сіздер не дейді? Маған кішкене кері байланыс беріп отырсаңыздар. Получается, не получается, что получается, да? Ол үшін көріп отырған бір 14-15 адам, 13 адам бар екен. Нетсек практикада өзіңіз отырыңыз емес, тұрыңыз давайте. Тұрыңыздар қазір экран алдына, прям мен де тұрайын, да? Өстіп тұрамыз да, өзіміздің тұрған жерімізден оңға қарай, немесе өздеріңізге ыңғайлы солға қарай ма, әйтеуір шетке қарай бір қадам жасаңыздар да, өзіңіздің тұрған жеріңізге қарап, өзіңізді сипаттаңыз. Бұлай, өзіңіздің бірінші тұрасыздар, ол тұрған жерден шетке қарай шығасыздар да, өзіңізге қарап, өзіңізді сипаттаңыз. Сіз қандайсыз? Дәл қазіргі кезде қандайсыз? Маған айтсаңыздар да болады, айтпасаңыздар да болады. Көбінесе біз қазір өзіме өзім жаңа көңілім толмайтын, яғни өкпе-реніші бар, самооценкасы төмен, мүмкін ондай да емес шығар. Мүмкін сіздердің көңілдеріңіз өздеріңізге толатын шығар. Бірақ ақшасы жоқ, қазір кредиті бар, соны қалай төлеймін деп басы қатып жүрген, немесе жаңағы не дейді, күйеумен, немесе әйелмен ара қатынасы онша емес болып жүрген, бала шағасымен, может быть, бала шағасымен қатынасы онша емес болып жүрген болса. Ал егер сіз қазір жасай алмайтын болсаңыз, бұл записьті сақтауға тырысам, әрине, мүмкіндік болса, енді эфирді кейінірек жасасаңыздар болады. Ештеңе етпейді. Просто бірақ мысленно тоже можно делать. Прям өзіңіздің көзіңізді жұмып қойыңыздар да, сөйтіп ойлаңыз. Өзіңізге сырттан қараңыз. Өзіңізге сырттан қараңыз да, өзіңізді сипаттаңыз. Сіз қандайсыз? Прям бағалаңыз өзіңізді. Қандай сезімдеріңіз бар? Қорқыныш бар ма сізде? Бір сенімсіздік бар ма? Көңілім толмай ма өзіме? Кімге ренжулімін қазір? Неге өкінемін мен? Прям сипаттап шығыңыз өзіңізді өзіңіз. Қандайсыз сіз қазіргі Сауле, мысалға да мен, қазіргі Айгерім, қазіргі Света қандай? Дәл менің қазіргі күйім қандай? Прям ощущение, бұл жерде прям сыртқы көйлек, қандай көйлек киген, шашыңыз қысқа, анау-мынау деп біз обычно сипаттаған кезде сондай нәрсемен сипаттаймыз, ондай сипаттау қажет емес бұл жерде. Сіздің сезімдеріңіз қандай? Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Соған өте көп көңіл бөліңіздер қазір.
қалай сезіп тұрсыз, не сезіп тұрсыз? Оценили, баға бердіңіздер ма? Болғандарыңыз хотя бы плюс деп белгі беріп кетсеңіздер дұрыс болар еді. Кім өзін өзі бағалады, қарады. Так, енді қараңыздар. Мен осы жерде жаңа тұрдым, иә? Бірақ менің алдымда, бір қадам алдымда бір орын бар деп есептейік. Сол орында мен қалайтын, мен болғым келетін сәуленің бейнесі бар, мысалға да. Мен сондай бір успешный, ақшам жеткілікті, өзіме өзім сенімді, денім сау, достарым көп, не дейді, ата-анаммен, бала-шағаммен, күйеуіммен, басқалармен, барлығыменен не дейді, анау қатынасым өте жақсы, керемет, сондай адам, қандай адам болғым келеді, мен соны көз алдыма елестетейін. Мен әлі негізі шетте тұрмын. Біз айтайық та, бірінші точка тұр, екінші точка тұр. Ал мен шеттен бақылап тұрмын. Мынау менің қазіргі күйім, мына алдымда менің кейінгі, қарызсыз, жақсы, табысты, өте күшті жаңағы мысалға Айгерім тұр. Айгерім жазып жатыр екен. Сондықтан бұрынғы Айгерім тұр, оны сипаттадық. Және мен қазіргі Айгерім дейік та, және болашақта мен өзім көргім келетін Айгерімді сипаттайық. Мен бірақ шеттен қарап тұрмын, мына жақтан қарап тұрмын. Мынаған да. Сөйтемін де, енді оны сипаттаңыз. Екінші, өзім қандай болғым келеді? Вот қарызсыз болғым келеді, табысты болғым келеді, өз-өзіме сенімді болғым келеді. Мүмкін мен сұлу болғым келеді, мен денім сау болғым келеді. Ауырмайтын деп айтпаймыз, біз даже әр айтқан сөзімізге не дейміз? Прям не дейді анау? Жоқ деген нәрсені, не без деген нәрселерді қоспаймыз ғой да. Қарызсыз дегенде негізі айтудың қажеті жоқ. Қарызсыз деген емес, табысты, ақшасы жеткілікті деген сияқты нәрселермен айтамыз. Мынау жаңағы айтып отқанымыздың өзі дұрыс емес. Ауырмайтын емес, дені сау деп айтамыз. Барлық сөзді сондай не дейікші да, дұрыс сөйлей білейік біз. Өйткені сөйлеудің барлық, айтқан сөзіміздің барлығы біздің негізгі түп санадан шығып жатқан нәрселер. Яғни ол бізде бар деген сөз. Маған біреулер сообщениялар жазып жатады, мындай деп, өздеріне обращать етемін внимание. Мұнан бәрін оқшы өзіңе, оқшы. Значит, сен қазіргі ойларың өзің туралы осындай. Енді соның барлығын өзгерт, пожалуйста, өзгерт, басқаша қылып жаз. Жаз бірінші, потом соны оқы, соған сене біл. Сол кезде сен уже басқаша өмір сүресің. Сенің ішіңдегі ойларың өзгереді. Оның барлығын енді бір күнде жасай салу өте қиын, мүмкін емес пе, даже кейбіреулер үшін де өте, оның бәрі постепенно болатын нәрсе. Қазір кездерде мен уже сол сөздерге уже үйрендім, әр сөзді уже бірден не дейді анау, сканировать етіп үйреніп отырамыз ғой да, әр сөзімізді уже ұстап отыратын. Өйткені әр сөзіміз біздің өмірімізде іске асып жатады, болып жатады. Ал соныменен, яғни болашақтағы, яғни өзіміздің қалайтын образды сипаттадық па? Қандай болғымыз келеді? Табысты, бақытты, қуанышты, өте не дейді? Өзіне өзі көңіл толатын, самооценкасы мықты, сондай бір тұлға деп сипаттадық. Ал енді өзіңіз шеттен қарап тұрсыз ғой, тура сол нүктеге барып, сол образға еніп көріңіз. Ене аласыз ба? Кейбіреулерде это получается, кейбіреулерде не совсем. Прям сол неге образға кіріп көріңіз. Кіре аласыз ба? Кіріссеңіз, сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Керемет па? Вот, жақсы, күшті, осындағы сезімдеріңізді енді сипаттаңыз, өзіңізді қалай сезіп тұрсыз. Прям ощутите и побудьте в этом состоянии. Мен бақыттымын, мен табыстымын, менің денім сау, менің адамдармен қатынасым күшті, мен ғажаппын. Осыған енді сене білу керек. Осы сезімдеріңізді есте сақтаңыздар. Прям есте сақтап, осыны өзіңізге не дейді анау? Это нормально деген сияқты қабылдаңыз. Цветок мира ене алды, жақсы. Барлығыңызда это получилось, не получилось? И сондай болуға болады. Осы образды өзіңізге сақтап қойыңызда, осымен қалсаңыз болады. Енді артқа бір қараңызда, жаңағы алдындағы өзіңіз сипаттаған қазіргі кездегі цветок мира болғыңыз келе ма? Уже болғыңыз келмейді. У кого получилось, плюс қойып кетіңіздерші, кім жаңағы образға ене алды? Жаңағыдай образға ене алғандарыңыз
яғни получилось деген сияқты белгі беріп кетсеңіздер. Егер не получилось, бір адам неткен болатын болса, бұны жаңа өткен болатын болса, онда мен тағы да қайталайын. Тағы да сәл бір кезең қосамыз арасына. Егер сізде цветок мира, кім екеніңізді білмеймін, енді шын атыңыз, осы күйіңізді сақтап қалуға тырысыңыз, осылай отыратыңыз. У кого не получилось, жаңағы екі образдың арасында, қараңыз, сіз қазіргі жаңағы сенімсіз, ауру, қарызы көп, анау мынау деген сияқты қазіргі түріңіз осы, иә? Алдында енді өте бақытты, барлық жағынан табысты тұлға тұр дейміз. Оған бірақ мен бара алмай жатырмын. Мен шетте тұрмын ғой қарап та, бірақ мен мына образға бара алмай жатырмын. Бірден сенбеймін мен ондай болып кететініме деген болатын болса, екі образдың арасынан аралық бір образды сипаттаңыз. Ол мүмкін уже анау сияқты бақытты, анау сияқты табысты емес шығар, да? Бірақ онда қандай нәрселер бар? Онда уже жаңағыдай не дейді, жаман ана бір обида, анау мынау дегендері жоқ шығар. Бірақ өзіне әлі онша сенбеген сияқты. Бір промежуточный образ болады. Сонда образды алып аласыздар да, соған еніңіздер. Өзіңді қалай сезінесің? Вот сол промежуточный образды өзіңізге кигізіп, енгізіп, оған денеңіз үйреніп, оны қабылдаған кездерде уже сіз алдындағы армандаған образыңызға оңай келесіз. Түсінікті айтып жатырмын деп ойлаймын. Солай ма? Обязательно. Гүлдана молодец қой, молодец. Осындай өзімізге өзіміз сол образды кигіземіз, немесе соған енеміз деген сөз. Біз өзімізді қалай елестетсек, өзімізді қалай сезінсек, сол біздің өмірімізде болып жатады. Негізгі жаңағы нәрсе сол ғана. Бірақ біздің сол образға, сол ойға үйренуіміз, соған сенуіміз сол проблема. Соны ғана. Соның барлығы бізге нәтиже беретіні осыдан. Біз өзімізді соған үйретеміз. Өзімізді сол күйге алып келеміз. А негізі, вот этот мир, айналамызда қоршап жатқан нәрсенің бәрі біздің не дейді анау ішкі күйіміздің тек айнасы. Мен енді трансерфинг дегенді өтіп жатырмын ғой, ол да саналы түрдегі өтетін нәрсе негізі да. Саналы түрде ол кітапты оқып, күнделікті жаңа видеоларын тыңдап, өзіме соны қайталап жүріп, нетіп жатырмын. Сол кезде айтатындар сол. Все в наше внутреннее, оно просто отражается в нашем мире. И болып жатқан нәрсенің барлығы осының нәтижесі, біздің ойымыздың нәтижесі. Вот әртүрлі былай айтып келеді, но бірақ бәрінің бір түйіні сол ғана. Түсінесіздер ма? Манипуляции себя, Дима, это не совсем манипуляция. Это именно өзімізді өзіміз келтіру. Да, помогающий, результативный, мықты. Өзімізді өзіміз құтқаратын, өзімізді өзіміз реттейтін. Бұны манипуляция деп айтудың қажеті жоқ. Манипуляция деген өзін, это бір жағынан жақсы нәрсе. Манипуляция, да, вот это вот действительно манипуляция. Манипуляция это просто не дейді қимылдату, басқару деген сияқты нәрсе ғой да. Кейбіреулерде бізде неправильный образ қалыптасып қалуы мүмкін. Манипулировать это значит біреуге істету, бірдеңе жаңағы нету сияқты, да. Молодец, Назым. Ортасындағы образдамын, алға ұмтыламыз. Обязательно барамыз, жетеміз. Армандаған образымызға просто біздің үйренсек, өзімізді өзіміз соған сендірсек, ол міндетті түрде болады. Так, сіздерге пайдам тиді деп ойлаймын. Бір 3-4 адам жазып жатыр. Рахмет сіздерге. Цветок мира деген атыңызды жазып кетсеңіз, танысып отырайық. Мен кім екеніңізді білмейді екенмін. Бірақ, 20 жыл жұмыс жасаудамын дейсіз да, осындай, мен 4-5 жыл ғана, 4 жыл ғой, шынымды айтсам бар ғой, 4 жылдан енді ғана асты. Өзімді өзім танып, өзімді өзім жаңағы осындай жолға түсіргенмін. Мен өте соған қуаныштымын. Жалпы бар ғой, мен осыған, мен 45-ке дейін робот сияқты өмір сүрдім, негізі 45-ке дейін. Вообще, биоробот деген түсінік бар екен да, сол биоробот болып жүрдім. Өзімді вообще естімейтін, тыңдамайтын, өзім не қалайтынымды да білмейтінмін деген сияқты. Енді содан мен мынандай өмірге көшкеніме, өзімді өзім тануды қолға алғаныма өте қуаныштымын. И жалпы барлығымызды мен солай оятқым келеді. Бұл әлі тағы да бөлек тақырып, жалпы біздің
планетамыз, біздің өміріміз, біздің ғалам барлығы жылжып дамып келе жатыр. Біз қазіргі үшінші кезең адамзат дамуының дейміз да, как бы третий уровень дегенін өтіп, біз жаңағы самопознание арқылы, төртінші уровень арқылы бесінші деңгейге көтеріліп жатырмыз да. Планетаның өз соңын өтіп жатыр. Эра Водолей деген келіп жатыр қазірде, ол 1000 жылдап келетін. 2000 жылдай бізде эра рыб болған екен. Прям еңбекпен, немен, табыспен жетеміз деген сияқты өзіңді жаңағы интеллектуальный миыңды дамыту арқылы жетеміз деген сияқты нәрселерді тағы да бір күшті ақпараттар естіп жатырмын да. Біз 20 ғасырда интеллектуальный разум модно болды, қажет болды деген сияқты ғой. Ал 21 ғасырда эмоциональный разум, эмоциональный интеллект деген түсінік пайда болып жатыр. Именно эмоциямызды дамытайық. Эмоция — это өзіміздің жүрегімізді, жанымызды тыңдай білу деген сөз. Сол жанымызбенен байланыс орната білу деген сөз. Оны біз осындай практикалар арқылы орнатамыз. Бұл тек қана бір образды ғана өзгерту ғой. Ал енді біз өзімізбен келісімге келудің жолдары өте көп, проработканың түрлері өте көп практикалар. Енді мен қорытындылай келе айтайын дегенім, мен Құда қаласа сентябрьдің басында, яғни бірінші аптасынан бастап, бірінші аптасы бізде среда күні басталады екен. Сол среда күнінен бастап біз күшті марафон жүргізіп жатырмыз. Мен жалғыз өзім ғана емес, мен жаңағы сіздер байқасаңыздар, мен Зарина Кундалини деген парақша бар ғой да, маған қазір йогадағы инструкторым. Ол да Финикада болған. Екеуміз бірге, не дейді, сестры по несчастью, екеуміз 40 жыл, 40 жыл десе 40 жыл деппін ғой да, 40 күннен бері осындай жаңағы проработкаларымызды бірге істеп келе жатырмыз. Яғни көп адамдарға пайдасы тиеді деп ойлаймын. Біз марафон ұйымдастырып жатырмыз. Енді ол онлайн, офлайн екі түрлі форматта болады. Онлайн мен өзім парақшамда жүргіземін. Офлайн біз жаңағы Сапфир деген біздің женский клуб бар ғой. Шымкенттегілерге өте жақсы нәрсе, мүмкіндік. Сол клубқа келіп, сол жерде біз офлайн проработкаларымызды жасаймыз. Кәдімгі йоговский практикалар болады. Может, не только йоговский, басқа да практикалар болады. Практикалар арқылы, эмоцияларды шығару арқылы проработкаларды өтеміз, өзіміз күшті жаңағы күйге келтіреміз. Бір мысал айтып кетейін, мысалға да мен проработка неге екеуін бірге ұштастыру керек? Мен кеше түнде Нарименен жұмыс істедім. Мысалға да Нарименен сильная голова деген нәрсені удалять ете бастадым. У меня действительно сильная голова. Мен кез келген проработканы мен түсініп қабылдауым керек та. И прям менің миым енді бір 50-ге келіп қалдық қой, мысалы 50 жылдан бері өзін-өзі дамытып, мықты, мен интеллектуальный развитый жаңағы менің миымда не дейді, бергісі келмейді, өзінің позициясын жібермейді мысалға да. Сол өзін-өзі ұстап тұр ғой. Әлде де да қанша өзімді тыңдайын, өзімнің жүрегіммен байланыс орнатайын, анау-мынау деп сөйтіп нетіп жатсам да, жаңағы миым бақылап отырады. Миым бәрін контрольда ұстағысы келеді. Сөйтіп соны проработка жасап жатырмын да, и до конца кетпейді ғой ол. Біраз түсінемін, біраз нәрсені жіберіп жатырмын, бірақ до конца кетпейді. И проработка, аяқтадым деп ұйықтадым. Мысалы бүгін күндіз неге бардым ғой, йогаға бардым ғой да. Йогаға барып медитативный состояниеға түсеміз ғой, енді ол жерде жаңағы упражнениялары бар, сосын барып өзімді өзі тынышталдыратын, сондай бір музыкасы да бәрі күшті нетіп тұрады. Соныменен медитация сияқты нәрсеге өткен кездерде и жаңағы проработканың жалғасы болып жатыр ғой менде. Мида, ол жаңағы программа запущена же, что нужно очиститься от сильной головы деген да. Я же программу задала. Ары қарай сол жерде мен жаңағы медитация жасап отырған кезде ары қарай тазаланып жатыр ғой. Прям мына жерде көз жасым ағып, бүгінгі вообще практикам күшті болды. Содан да шығар, может, кішкене энергиям да жақсы болып отырғанша, мен кеше бүгін жақсы нелер проработкалар болды өзімде. Прям жылап тұрып, ананы шығардым, мынаны шығардым, прожила, вот это вот закончила проработку деп айтады дейді, на уже физическом уровне. Просто ментальная емес, біз проработка кезінде негізі ментально жұмыс істейміз. А вот это вот на йоге уже как бы и физически тоже ушло. Понимаете? Бір-бірімен ұштастырған кездерде сонысы жақсы да, біріне-бірі жалғасып, бір-біріменен күшті эффект береді негізі. И вот анонстар әлі болады. Жаңағыдай проработкаларға, не дейді анау, марафонға жазылыңыздар, қосылыңыздар, не пожалеете. Күшті результаттарға жетуге болады екен. Вот мен 40 күнде қандай андай бір вообще низкий вибрацияда жатқан адам 40 күнде нормальный күйге келдім. Өте жақсы күйге келдім деп ойлаймын да.
бір айдың ішінде, бір айлық марафон болады ол еще, бір ай, 4 апта жүретін нәрсе. Тапсырмалар болады, обязательно тапсырмалар береміз, оны орындау керек, тыңдау керек. Бірінші эфирді менде тыңдайсыздар, тапсырманы орындайсыздар и практика барып жасаймыз. Міндетті түрде оның бәрі тексеріледі. И кәдімгідей обратный связьбенен жұмыс жасаймыз. Просто айтып қоя салу емес, нәтижеге жұмыс жасаймыз барлығымызда. Ал еще хочу, вообще осы эфирді соңына дейін көрген адамдар, 15 адам отыр екен. Хочу для вас сделать подарок. Прямо сейчас кто отырып, вообще басында айту керек еді. Ондайларды нетпей қалып жатырмын, забыла, ничего страшного. Зато кто дошел до последнего этого, я вам дарю проработку со скидкой. Вы можете сейчас мне прям қазақша айтып нетейін да, бір проработканы сіздерге скидкамен жасап беремін. Маған осы эфирде болғандар прям қазір директке жазыңыздар, хорошо? Сіздерменен проработка істеп бір рет болсын, көресіздер, дәмін көресіздер. И соны нетем, короче, дарю. Кто до конца был, солар біледі. Ал кейін жазғандарға ондай проработка жоқ. Эфирді записінен көріп алып, сосын маған жазбай-ақ қойыңыздар. Хорошо, ол кезде ол скидкамен емес, уже кәдімгі өзінің толық бағасына болады. Так что все, рахмет, жаным, рахмет жақсы сөздерің үшін, рахмет сендерге. Барлықтарыңды, вообще адамдар болғанына да мен де қуаныштымын. И көріскенше, эфирге де жақсы, жиірек шығып тұрға тырсам. Енді шығуға болады. Пока. Аяқтаймын мен енді.